Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман, ресми ақпараттарды әрдайым біріншіден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Ағашқа соғылған Ақтөбеде жол апаты болып, 2 адам қаза тапты. Қайғылы оқиға 16 желтоқсанда болған. Ағашқа соғылған Ақтөбеде жол апаты болып, 2 адам қаза тапты. Ақтөбе қаласындағы орталық даңғылда көлік ағашқа соғылып, соның салдарынан 2 адам қаза тапты деп хабарлады Түркістан.кз Азаттық рухы сайтына сілтеме жасап. Қайғылы оқиға 16 желтоқсанда таңғы сағат 4:00 шамасында Әбілқайыр хан даңғылының бойында болған. ВАЗ-2114 көлігінің 18 жастағы жүргізушісі Мейір бизнес орталығының жанына жеткенде рөлді басқара алмай ағашқа соғылған. Жол апаты салдарынан жүргізушісі мен жолаушысы ауруханаға жеткізілді. Алайда олар алған жарақатынан қайтыс болды деп хабарлады Ақтөбе облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлер ету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.